Сәлем достар, сіздермен бірге меруерт, және бүгін біз бірге кереметтей дәмді жаңғақ қосылған печенье дайындаймыз. Ол үшін бізге 450-500 грамм аралығындағы ұн және салқын тоңазытқышта тұрған 150 грамм сары май немесе маргарин қажет. Тоңазытқыштан алынған сары майымызды теркадан жақсылап өткізіп аламыз. Теркадан өткізілген май мен ұнымызды біркелкі масса болу үшін жақсылап араластырамыз. Ұнымыз біркелкі болды. Ал енді бұл ұнға жарты шай қасық тұзды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді ұнымыздың ортасына 150 грамм кез келген пайыздағы қаймақ және жарты шай қасық ас содасын қосып, ас содасы мен қаймақты жеке өзін жақсылап араластырып аламыз. Араласқан массаның үстіне салқын бір жұмыртқаны саламыз. Және ұн мен салмаларымызды жақсылап араластырамыз. Ұнымызға өз қалауыңызша 2 немесе 3 ас қасық қант қосамыз. Қант қосқаннан кейін жұп-жұмсақ етіп, әдемілеп қамыр илейміз. Иленген жұмсақ қамырымызды 1 сағат көлеміне тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыздың илеуі қанды. Илеуі қанған қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген бөліктеріміздің біреуін жаямыз, қалған екеуін қайтадан тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымызды жақсылап, жіңішке етіп жайып аламыз. Жұқа етіп жайылған қамырымыздың үстіне вареная сгущенка жағамыз. Жақпамызды жағып болғаннан кейін үстіне майдаланған жаңғақты себеміз. Жаңғақ сеуіп болғаннан кейін қамырымызды жай ғана біркелкі етіп ораймыз. Оралған қамырымызды біркелкі етіп бірнеше бөліктерге бөлеміз. Жасап отырған рецепттен бізде 20-24 дана печенье шығады.
печеньемізді противенге қойып, үстін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Содан кейін грек жаңғағын бетіне сеуіп шығамыз және 150 градус қыздырылған пеште 20-25 минутқа салып пісіріп аламыз. Бұл қамырымыздың үшінші бөлігі. Печеньемізді өзіміздің фантазиямыз бойынша кез келген формада жасап пісіріп алуға болады. Печеньеміз дайын болды. Дәмі ерекше дәмді әрі ұзақ уақыт бойы жұп-жұмсақ күйінде сақталады. Сіздер де жасап көріңіздер, лайк, коммент қалдырыңыздар.